бүгінгі өтетін сабағымыз абайтану. Абайдың тарихы туралы және абайдың өмірі туралы біз бүгінгі сабақта сан түрлі осы уақытқа дейін қатысып келген жарыстарымыздың, осы уақытқа дейінгі қатысып келген конкурстарымыздың түйіндеу. Біз 2020-2021 жылдары Абай туралы, Абай атамыздың 185 жылдығына орай бірнеше жарыстарға қатыстық. Және сөйте жүріп біз Абай туралы көптеген нәрсені облысының қасиетті шамында өнімінде Асқабұлақ өткен конкурсты жедел 1849 жылы тамыз айында ұлы ақын Абай Құнанбаев дүниеге келді. Абайдың балалары өте тәрбиелі, ақылды болып өскен. Әлдеқайдан Санкт-Петербургта әскери оқуда оқыса, Моңғолия Семейдегі қалалық училищеде оқыды. Абай жазба әдебиетінің негізгі салушы, Абай философ, Абай аудармашы, Абай сазгер. Әкесі Құнанбай 9 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 9 жасында берген. Ол медреседе 4 жылдай Құнанбай оқиды. Кейін 3 жыл Липовская школа деген мектепте орысша оқиды. Тоқта, мен мыналарды түсіріп алайын. Тұр, сүйерді тұр. Бүкіл қазаққа мәлім Аға Сұлтан болған Өскенбай бидің баласы, әкесі қатыгез болса да өте ақылды адам болған.